Соңғы кезде өлім жітім тойға айналып бара жатыр, бәсеке бір-бірімен жарыс деп мынау жаңалықтарда айтып жатыр, өте дұрыс, мен қолдаймын. Бірақтан соны орындау керек қой. Құрақ сөзбен ғана, құрақ уәдені беріп қана шектеп қана қоймай. Және де бір айта кететін жағдай, мынау жерімізді сатып жатыр, қабір жерді сатып жатыр деген бұл неге масқара емес па? Біздің сондай кең байтақ жеріміз бола тұра, әлем бойынша 9-шы орындамыз деп мақтанамыз, жер көреміз. Бірақ қабір жерді сатып беріп жатыр. Ол деген ұят емес пе? Соны деген мынау жоғары айтқан басшыларымыз ойланса екен. Қабір жерді тегін беру керек. Қай жерде болмасын, қай қалада болмасын, Қазақстанның түкпір-түкпірінде тегін беру керек. Ол басқа мемлекеттерде сондай тегін беріледі. Тек қана біздің Қазақстанда сол сату деген бар. Және де бір айта кететін жағдай, жақында өздеріңіз интернетте оқып көрген болуларыңыз керек. Мынау Көкшетауда қабір жерді қазып тастаған қыстың айында 100 адамға қабір дайындап қойған. Бұл жаман ырым ғой. Соны деген халықтан жаңағыдай жалпы түскеннен кейін оны қайттан көмдірген. Және оларды сатып та үлгеріпті екен, 150 мың теңгеден әр қабірді дейді. Ол деген не деген масқара? Имамдардың өздері халыққа ақыл бергенде бәлен түген деп жаңағыдай сөз бермейді адамдарға. Тірліктері мынандай. Бұл деген нағыз жемқорлық қой, бұның барып тұрған жемқорлық. Имамдардың өзі осындай істе қылған болса, енді басқаны айтпай-ақ қой. Одан кейін мына қабір жердің үстіне жаңағыдай күмбез салу деген де дұрыс емес. Қабірге ауырлық қылады деп айтып жатады ғой имамдардың өздері. Бірақтан сол істерді өздері істеп отыр. Евромола деген қазір елімізде толып кетті. Барсаң, қала сияқты да, көрсең, қабір болмаса сол. Қабірді қалаға айналдырған. Бұл не деген масқара бұл? Соны білмейді емес, біледі жоғары айтқан басшылардың бәрі біліп, көріп біліп отыр. Бірақ соған рұқсат беріп отыр. Көрдіңіздер ма? Тездетіп бұны тоқтату керек, қолға алу керек. Тек қана құрғақ уәдемен шектеліп қала бермей.